Сәлеметсіздер ме балалар? Су тіршілік көзі бөлімін аяқтап, нәтиже сабағына да келіп жеттік. Күннің жадымен сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Оқу мақсаты: мұғалімнің қолдауымен заттың атын, сынын, іс-қимылын білдіретін сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын ажырату. Ауызша, жазбаша сөйлеу тілінде қолдану. Бағалау критерийлері: берілген тақырып бойынша сөйлейді, грамматикалық нормаларды сақтайды. Енді балалар, мақсатымызға жету үшін мына тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: мәтінді оқы, суды үнемдеудің ережесін дайында. Мысалы, бірінші: суды үнемде деген секілді сіздер жазуларыңыз керек. Ол үшін әуелі мына мәтінді оқу керек сіздер. Мәтінді оқып болғаннан кейін суды үнемдеудің ережесін дәптерлеріңізге жазыңыздар. Екінші тапсырма: не, қандай, қайтеді деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді бөлек-бөлек жаз. Балалар, естеріңізде болса, не деген сұраққа зат есім жауап береді. Қандай деген сұраққа сын есім, қайтеді деген сұраққа етістік жауап береді. Зат есім дегеніміз заттың, ұғымның, құбылыстың және жалқы есімдердің атын білдіретін сөз табы. Оны сіздер білесіздер. Олай болса, тапсырманы орындайық. Үшінші тапсырма: сипаттап айт. Сіздерге дәмді, тұщы, терең деген сөздер берілген. Осы сөздерді пайдаланып, өзенді сипаттап айтуларыңыз керек. Дәмді, тұщы, терең деген сөздерге қандай сұрақ қоямыз балар? Дұрыс айтасыздар. Олай болса, тапсырманы орындайық. Дескриптор берілген сөздерді пайдаланып, сипаттап айтады. Балалар, сіздерге тапсырмалар оңай болды деп ойлаймын. Енді мына сұрақтарға жауап берейік. Менде бәрі сәтті шықты. Сізде қай тапсырманы орындағанда сәтті шықты? Не үйрендіңіз? Қандай тапсырманы орындаған ұнады әсіресе сізге? Қайсысы қиын болды? Соны дәптерлеріңізге жаза қойыңыздар. Үй жұмысы 6-шы тапсырма.